Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылдамдық және орташа жылдамдықты есептеу. Сабақтың оқу мақсаттары қозғалыстағы дененің жылдамдығы мен орташа жылдамдығын есептеу. Біздің өткен тақырыбымыз бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғалыстар. Үйге берілген тапсырма барысында біз өрмекші торы әдісін пайдалана отырып келесі сұрақтарға жауап берейік. Механикалық қозғалыс дегеніміз не? Материялық нүкте дегеніміз не? Қозғалыс траекториясы дегеніміз не? Орын ауыстыру векторы дегеніміз не? Санақ жүйесі дегеніміз не? Бір қалыпты және бір қалыпсыз қозғалыстар туралы не білесіз? Егер дене тең уақыт аралығында тең аралықтан өтсе, біз ол тұрақты жылдамдықпен қозғалады деп айтамыз. Өткен аралықта шығындалған уақытқа бөле отырып, біз дене жылдамдығын есептей аламыз. Жылдамдық секундтағы метрмен, сағаттағы километрмен, сағаттағы теңіз милясымен, сағатына милямен және тағы басқа өлшемдермен беріле алады. Автомобиль спидометрінің экранында көрсететін жылдамдық лездік жылдамдық болып табылады. Бұл автомобильдің берілген кез келген уақытта қозғалатын жылдамдығы. Автомобиль жүріп өткен толық қашықтықты кеткен уақытқа бөле отырып, біз орташа жылдамдық деп аталатын жылдамдықты аламыз. Егер біз орын ауыстыру шамасын шығындалған уақытқа бөлсек, біз дененің осы учаскедегі орташа жылдамдығын аламыз. Жылдамдық бұл автомобильдің қозғалыс бағытын бастапқыдан бастап ақырғыға дейінгі бағытты көрсететін векторлық шама. Жылдамдық бұл векторлық шама. Жылдамдық векторының ұзындығы автомобиль қозғалатын жылдамдыққа тең. Егер жылдамдық еселенсе, жылдамдық векторы 2 есе ұзарады. Сіздер бүгінгі сабаққа байланысты видеороликті тамашаладыңыздар, және сіздерде оқулықта осы тақырып берілген. Видеороликке және кітапқа сүйене отырып, өз беттеріңізше мына сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Жылдамдықтың формуласын талдаңыздар, орташа жылдамдық формуласын талдаңыздар, жылдамдықтың өлшем бірлігін талдаңыздар. Ротациясы. Осы есептерді шешіп көріңіздер. Велосипедші бір қалыпты қозғалып 30 минут ішінде 9 км жол жүрген. Велосипедшінің жылдамдығын метр секундпен есептеңдер. Екінші есеп, 750 км сағат жылдамдықпен қозғалатын ұшақ 6 сағат ішінде қандай аралықты ұшып өтеді? Үшінші есеп, күннен жерге дейінгі қашықтық шамамен 150 миллион километр. Жарық жылдамдығы 300 км секундына. Жарық күннен жерге қанша уақытта жетеді? Видеороликті тоқтатып қойып, есептерді шығарыңыздар. Есептердің жауабына қарап, дұрыс немесе бұрыс шығарғандығыңызды тексеріңіз. Жарайсыздар. Плюс-минус қызықты әдісті. Бүгінгі сабақ сізге жағымды жақтарын, жағымсыз жақтарын және қызықтырған қандай ақпарат болғандығы туралы баяндаңыз. Үйге тапсырма. Өз істегенімді меңгеремін әдісі арқылы ойыншық машина және секундомерді пайдалана отырып, машина қозғалысының орташа жылдамдығын анықтаңыздар. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.